Егер сіздер бірінші күні, я болмаса бірінші айда туылған болсаңыздар, не болмаса менің мынау видеомды көріп, сондағы матрица есептеуді үйреніп, өзіңіздің матрицаңыздан бір деген санды тапсаңыздар, онда осы видео сізге арналады. Соңына дейін қараңыздар. Армысыздар, құрметті кармология арнасының тұрақты алтын көрермендері. Сіздермен Алтынай аман. Бүгін бір деген сан жайлы сөйлесеміз. Жалпы ол санның энергиясы жайлы сөйлесеміз. Әрбір қырынан қарап, толық зерттейміз. Арнадан алыстамаңыздар. Керісінше арнаға тіркеліп, осы эфирді соңына дейін көріп шығыңыздар. Осы арнадағы матрица есептеу жайлы толық эфирді тегін сабақты көріп шыққан болсаңыздар, онда сіздер міндетті түрде өз матрицаларыңызды есептеп қойдық деп сенейік. Егер есептеген болсаңыздар, матрицаңызда бір деген сан болса, осы видеоны бастан аяқ көріп шығыңыздар. Негізі бір деген сан матрицада тек қана бір күні туылған жандарға, яғни күні, сонымен қатар бірінші айда туылған жандарда ғана болады. Сондықтан бұл видео нақты бір күні туылған мен бірінші айда туылған кісілерге ғана қатысты. Себебі матрицада бір деген сан өте сирек кездеседі. Және бұл тек қана бір күні туылған мен бірінші айда туылған жандарда ғана болады. Сонымен бір деген санды жалпы қысқаша егер сипаттайтын болсақ, ол идея, күш, содан кейін әрине алдыңғы қатар деген мағынаны береді. Қазір әрқайсына тоқталамыз, әрбір минусын плюстан, плюсын минустан ажыратамыз. Бірақ ең алдында мен сіздерге лайық профессияны айтып өтемін. Себебі көп кісілер осы бір деген саны бар кісілердің көбісі осы сұрақты қояды маған. Ал ендеше бір күні туылған жандарға көбінде бұл кісілер политик, адвокат, кез келген жерді басқаратын жандар, медик болуы да мүмкін. Сонымен қатар тілмен жұмыстар, сауда-саттық, режиссурада өздерінің бақтарын сынай алады. Я болмаса өзінің жеке кәсібі. Осындай болу керек. Не болмаса сіздер осы жұмыстың, осы мамандықтың иесі сіздер. Оны да пікірге міндетті түрде жазып қалдырыңыздар. Қандай мамандықта жұмыс жасайсыз. Сонымен егер сипаттамаға келсек, бір күнгі туылған жандар ол номер 1 болғандықтан міндетті түрде бірінші болуға ұмтылатын жан. Сонымен бір деген санның өзі номер 1 деп тұр ғой. Бұл кісілер өзін қай шақта болса да, қандай салада болса да, жалпы өмірде әрқашан бірінші орында көздейтін жандар. Егер сіздердің бойларыңызда қандай да бір лидер позициясы, пионерство болған болса, яғни жақсы мағынада, онда сіздер бірінші бола аласыздар. Ал егер жай ғана мен бірінші боламын деп соған үнемі және әрқашан жүгіретін болсаңыздар, онда сіздерден түк шықпайды. Яғни мен бармын, өзіңіздің қолыңыздан дым келмей тұра, өзіңіздің ешқандай жолыңызды білмей тұра, жай ғана мен бірінші болуым керек, мен себебі лайықпын деп өзіңіз көкіректенетін болсаңыз, міне сол кезде дым шықпайды. Алдыда сіздерді минусқа алып кететін, кер тартпа, сондай әсер беретін, өміріңізді құртатын минустарды да айтып өтетін боламын. Ал мынау жай ғана қысқаша сипаттамасы. Ендеше бұл аркан, басында айттым ғой, бұл өте сирек кездесетін аркан. Сонымен қатар бұл арканды сирек етіп көрсететін оның өте бағалы идеялары. Алайда идея басыңызға келеді, бірақ сіз оны ешкіммен бөліскіңіз келмесе, я болмаса, ой, мен осылай айтсам қазір ұрлап алады, мүмкін мен орныма басқа біреу ақша тауып қояды деп ойласаңыз, онда ол сіздің минуста екеніңізді білдіреді.
Бұл қандай да бір сараңдық қой, ал сараңдық негізі ол өте негативтік эмоция. Негативтік адамның бір қыры болып саналынады. Нақты осыны көп бірліктер біле бермейді. Тіпті айтсаң да неге мен олай басқаларға айтуым керек деген секілді сондай таңқалыстарын көресің. Сондықтан егер идея келген болса, міндетті түрде адамдармен бөлісіңіздер. Бір деген энергия кез келген адамды мықты етеді. Сонымен қатар бір деген арканы бар жандар көбіне ритуальный магияда жасай алады. Сонымен қатар айналадағы адамдар сізді ең күшті деп санауы мүмкін, алайда сіз олай болмауыңыз да мүмкін. Себебі сіз минустасыз. Ал минустан шығу үшін не істеу керек? Олардың барлығы осы эфирде айтылады. Яғни көрдіңіздер ме? Егер сіздер минуста болсаңыздар, онда сіздің матрицаңызда қандай керемет ең күшті энергия болса да, оның сізге беретін әсері тым аз болады. Сондықтан да мен барлық сандарға жеке-жеке айтамын және айтудан жалықпаймын. Міндетті түрде біз плюсқа шығуымыз керек. Бірінші аркан ол негізі аджна деген чакраны көрсетеді. Міне таро картасына қараңыздаршы, бұл жерде сары түс көп. Ол негізі манипура деп аталынады, яғни іс-әрекет. Сондай бір мінез. Сонымен қатар әрине позитив, ақыл, жинақылық. Егер осының барлығын сіз игілікке қолдана алсаңыз, онда сіз плюсқа шығасыз. Және де әрине номер 1 бола аласыз. Бірақ өкінішке орай көптеген бірліктер минуста жүреді. Себебі олар түсінбейді осыншама бойындағы күшін қайда жұмсасам деп. Сіздердің девиздарыңыздың ішінде не қаладым, соны жасадым деген сөздер бар. Егер бұл сөздің әрқайсысын зерттейтін болсақ, онда шын мәнінде сіз өзіңіздің қалауыңызды өзіңіз жүзеге асыра аласыз. Оны қалай екенін осы эфирдің соңында айтамын. Сіздерге ең бастысы шегелеп айтатын дүние ол көкіректік. Көкіректік сізді минусқа алып кетеді. Егер плюстағыларды айтатын болсақ, көбінде бұл кісілер өте активный, сонымен қатар тәуелсіз жандар. Әрине өз-өздеріне өте сенімді. Ең қызықты факт, бірінші аркандары бар жандар, бұл кісілер үнемі жас көрінеді. Ол рас па, жоқ па, оны да міндетті түрде пікірге жазып отырыңыздар. Бұндай кісілер қартайған шақта да жастармен көп сөйлеседі. Қазір мен енді барлық плюстарын біртіндеп айтып жатырмын ғой, бірақ егер сіздер минуста болсаңыз, соны керісінше қылып аударып алсаңыздар болады. Себебі минустағы адамдар бүкіл өзінің күшті качестволарын кері қарай істейді. Түсініңіздер ме? Сол үшін кері тартпа деп айтады. Сонымен қатар бұл кісілерге үнемі бір жаңа дүниелер қызық болып тұрады. Міне бұның да минусы бар, оны да қазір айтып өтеміз. Көбінде үйде жұмыс істеуіңіз мүмкін. Яғни сіз тұрып, бәлкі басқа жаққа барып жұмыс істемейсіз, көбінде үйде ноутбукпен деген секілді. Негізі сіздер, біз бағана профессиясын айттық қой, сіздер көбінде бір өзгеше затты дүниені сондай сатқыларыңыз келеді. Қандай да бір эксклюзив товар сатуды қалайсыздар. Болмаса сатып жүрсіздер. Яғни өзге адамдардан ерекшелену. Бұның бәрі әрине сіздерге тән. Не болмаса сіздер белгілі бір аудиторияға жұмыс істегілеріңіз келеді, ол жақта бір керемет өзге адамдарға айтылмайтын дүниелерді ғана айтып, сондай бір бөлекшеленген жерде жұмыс істегілеріңіз келеді.
егер сіз бір өте жақсы сиқыр білсеңіз, ритуал дейді ғой енді, соны білсеңіздер міндетті түрде өзіңіздің жақындарыңызбен бөлісуіңіз керек. Себебі өздеріңіз ойлаңыздар, ақылды адам ол сізде оны біліп алады. Ал ақымақ адамға сіз оны барып беріп көрсетіп тұрсаңыз да, ол оны қолданбайды. Ичо дейді, кетіп қалады. Не нәрсе екен бұл деп түсінбейді. Сондықтан бұндай сараңдықты қойып түсінетін адамды егер ортаңыздан байқап қалсаңыздар, міндетті түрде бөлісіңіздер. Тағы да айтып тұрмын бұны, себебі бұл шын мәнінде сіздерде осылай жазылған, өте көп жазылған, мен қайта қысқаша қысқартып айтып тұрған. Сонымен қатар сіз бұлай өзіңіздің біліміңізбен бөліспеуіңіздің себебі сіз өзіңізді ең ақылдымын деп санайсыз. Шын мәнінде ол да сізді бір минусқа түсіретін дүние, себебі өмірде сізден де ақылды адамдар бар және жеткілікті. Айтып тұрмын ғой, ең бірінші осы бірінші арканды минусқа жақсылап кіргізетін ол көкіректік мен деп айтуларыңыз. Яғни мен ең ақылдымын, мен ең кереметпін деген дүниені қою керек. Керісінше сіз бөліскен кезде өзіңізбен ойларыңыз бір, жолдарыңыз бір, сондай жандарды кезіктіресіздер, ол деген қайта керемет емес пе? Әрине, олардың да сізге белгілі бір көмегі тиіп қалады, Мүмкін сіздер сол бір әдемі идеяны бірге өмірге алып келесіздер. Сондықтан біліммен бөлісуге ешқандай қорықпаңыздар. Сонымен қатар сіздер негізі отличник дейді ғой, сабақты өте жақсы оқитын, өмірде де, жалпы мектепте де сондай бір керемет оқушысыздар. Айтыңыздаршы, мектепте мүмкін алтын белгіге бітірдіңіздер ме? Жоғарғы оқу орнын мүмкін грантта оқыдыңыздар, бөлісе кетіңіздер. Ал енді денсаулық жайлы айтқым келіп тұр. Денсаулық деген зор байлық қой. Дегенмен сіздер көбінде денсаулықтарыңызға онша аса қатты дұрыс қарамайсыздар. Неге екенін қазір түсіндіремін. Сіз көбінде, орысшалап айтсам, нетрадиционная медицина деп айтады ғой. Сіз көбінде өз бетіңізбен емделгенді жақсы көресіздер, емшіге бара салғанды дегенде. Яғни дәстүрлі емес медицинамен емделгенді жақсы көресіздер. Және ол сізге әрине көмегін беруі мүмкін. Ол сіздің сырқатыңызды жазуға көмектеседі әрине. Бірақ сіз барлық дәрігерлер ақымақ, олардың қолынан дым келмейді деген ойларыңызды қойыңыздар. Айтайын дегенім, физиканы физикамен емдеу керек. Мысалы, сізде кариес болса, тісіңізде, оны стоматологқа баруыңыз, оны алып тастау үшін сіз стоматологқа баруыңыз керек. Аппендикс болса, онда сіз хирургқа баруыңыз керек, дұрыс па? Оны сіз дәстүрлі емес медицинамен емдей алмайсыз ғой. Яғни кариесті кетіретін медитация жасаудың тымда қажет жоқ бұл жерде, ол орынсыз дүниелер. Ал сіздерге сырттай қарасақ, солай жасап жатқан секілді көрінесіздер. Нақты осы денсаулыққа келген кезде кішкене ақылдырақ болыңыздар. Егер сіз минуста болсаңыз, онда сізде бас ауруы болуы мүмкін, я болмаса бастан шығатын аурулар сізді өте қатты мазалауы мүмкін. Яғни бұл психосоматика. Бұл әрине бір күні туылған, я болмаса бірінші айда туылған жандарға да қатысты. Сонымен қатар матрица есептеуде тегін сабақты анахата деген зонаны есептедік қой, міне сол жерлерде, бірақ оны толық есептеген жоқпыз. Егер сол
денсаулық зонасында, осы 1 деген сан болса, ол кісілерге де осы мынау денсаулық жайлы ақпараттың үлкен қатысы бар. Әлгі бастан шығатын ауру дегенге ол тісте жатуы мүмкін. Баста не бар? Құлақ бар, көз аурулары да барлығы жатуы мүмкін. Сонымен қатар тоқтың ұруы, паранойя, одан кейін көз жанарының көру қасиетінің әлсіреуі. Ал егер плюста болсаңыздар, сіздер физикалық тұрғыда өте күштісіздер. Содан кейін әрине ойыңыз, санаңыз таза. Яғни баста бар дүниелер ғой бұл жерде. Өте жақсы көз жанарыңыз. Одан кейін әрине есе сақтау қабілеттеріңіз өте керемет. Яғни минусты плюсқа ауыстырасыздар, болды. Ұзын сөздің қысқасы, сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын. Дәстүрлі емес медицинамен емделуге болатын және емделуге болмайтын сырқаттар бар. Соларды міндетті түрде ажырата білулеріңіз керек. Мысалы, сіздің басыңыз біреу битамен жарып қойса, оны сіз ешқандай медитациямен емдей алмайсыздар. Себебі ол көмектеспейді. Ол үшін сіздер міндетті түрде ауруханаға баруыңыз керек. Медитация деген ол жалпы негізі психосоматика кезінде көмектесуі мүмкін. Сондықтан нақты осы жерде денсаулықтарыңызға дұрыстап көңіл бөліңіздер. Дәстүрлі емес медицинаға жалпы шөп дәрілер жатады, әлгі эзотерикалық сондай бір дәрілер, дүниелер жатуы мүмкін. Енді әркімде әрқалай. Сіздер нақты осы денсаулықты тағы да қайталап тыңдап шығуларыңызға кеңес беремін. Себебі, мысалы, паразит болса, оны өзіңізбен, өз бетіңізбен қуа алмайсыздар. Міндетті түрде соны қуатын маманға бару керек. Бұның барлығын бекер шегелеп айтып жатқан жоқпын, себебі осы матрицасында қаншама адамдардыкін есептедік. 1 деген саны бар кісілердің көбісі осылай. Ауырып тұрса да жоқ, мен бармаймын. Ешқандай да ауруханаға мен ішпеймін бұл дәріні. Мен қазір үйге барып өзім-ақ емделіп аламын, бәрі жақсы болады деп ойлайсыздар. Көбісі осындай ойда жүреді және де өзінің білгенін жасайды, тіпті денсаулығымен. Бұл әрине үлкен минус қалып келеді, сонымен қатар денсаулықтың да жағдайын минусқа түсіреді. Ал енді махаббатқа келгенде, егер сіз минуста болсаңыз, осылай жасайсыздар. Өте қызғаншақ, собственниксіздер. Бірақ өзіңіз қызғаншақ бола тұра, қыдырудан да бас тартпайсыз. Мысалы, ондай еркектер, ер адамдар көп қой. Егер сіз ер адам болсаңыз, әйеліңізді қызғанасыз, оны ешқайда жібермейсіз, үйде ұстап отырасыз, бірақ өзіңіз қыдырып қайда барасыз, жүре бересіз. Егер әйеліңізден жалығып кетсеңіз, сіз оны бірден ұра бастайсыз. Яғни барлық күшіңізбен өзіңізден алшақтатуды көздейсіз. Себебі ол ескі, ал сізді бағана басында айтып өттім ғой, жаңа нәрселердің бәрі қызықтырады. Міне, әйеліңіз ескірді, сіз жаңа дүниеге орын босатып жатсыз. Яғни әйеліңізді қуу арқылы орнын жаңаға босатайын деп жатырсыз. Негізі адамның тағдырымен бұлай ойнауға болмайды. Егер шын мәнінде ол сізге керек жоқ болып, сізді шын мәнінде жалықтырып тұрған болса, жай ғана ажырасып кеткендеріңіз дұрыс шығар. Себебі адамды ұрып, адамды ренжітіп, өкпелетіп, ешкім жақсы нәрсе таппайды. Сонымен қатар минуста екеніңізді үлкен бір дәлелі, ол қандай жолмен болса да мен жеңуім керек
деген ой болса, соған сай іс-әрекет жасап жүрсеңіз, онда бұл сіздің нақты минуста екеніңізді көрсетеді. Орыстар айтады ғой, идти по головам деп. Яғни сіздің сол бір жеңіске жетуіңіз үшін тіпті, Құдай сақтасын, енді өзгелердің тағдырын ойрандауға баратын болсаңыз, тіпті біреудің өмірін қия алсаңыз, онда әрине өмір заңы бойынша да, жалпы қазіргі біздің өмір сүріп жүрген материальный өмірдің заңы бойынша да өте үлкен ауыр күнә. Сонымен қатар әрине айлакерлік. Сіз негізі мошенничество дейді ғой, айлакерлікті өте оңай жүзеге асыра аласыз. Себебі олай жасау үшін сізде бәрі бар. Тіпті көп уақытқа дейін сіз заң алдында өте таза болып жүруіңіз мүмкін, бірақ ол ешқашан ұзаққа бармайды. Күндердің бір күнінде бұл міндетті түрде жарыққа шығады, яғни сіздің бүкіл былығыңызды бүкіл әлем білетін болады. Сіздің қалаңыз, я болмаса сізді қоршаған адамдар ғана емес, бүкіл әлем біледі. Міне осылай сіздің өзіңіздің тырнақтап терген абыройыңызды бір сәтте айрандай төгесіз. Яғни белгілі бір адамдарды, белгілі бір ортаны алдау үшін өзіңіздің бірінші арканнан берілген жақсы дүниелеріңізді, қасиеттеріңізді жаман нәрсеге жұмсасаңыздар, ол міндетті түрде бір күні болмаса бір күні байқалатын болады, көрінетін болады, және де әрине оған сіз жаза аласыз. Жалпы негізі қандай санды есептеп тексерме, бәрібірде карма заңы ол үнемі жүзеге асып отырады. Тіпті кейбір адамдар сенгісі келмейді, ойлайды, мен осылай жасасам маған не істей алады. Істейтінін көрсетеді ғой өмірдің өзі. Сондықтан өзіңіздің бойыңыздағы берілген жақсы қасиеттердің бәрін жақсылыққа жұмсауларыңыз керек. Жамандыққа әрине жұмсауға болады, бірақ бұл ешқандай да сіздерге игілік алып келмейді. Сонымен минустарыңызды әрмен қарай жалғастыратын болсақ, өте қатты көкіректіге, яғни басыңызда корона бар. Оны бүйтіп басыңызда қисайтып киіп алған коронаңыз бар, оны біз жөндегіміз келіп тұратынбыз. Өте ашушаңсыздар және де жаман сөйлестер. Боқтап сөйлестер, боғауыз сөйлеулеріңіз мүмкін. Бір сөзін түрпідей тиетін сөздерді айтуыңыз мүмкін. Ашушаң, агрессия бар. Сонымен қатар бір өте сабырсызсыздар, өте қатты ызалы адамсыздар. Бірінші аркан деген ол жалпы өзі қандай, сол жолда мықты болуға тырысатын адам деп айттым ғой. Міне бұл жолыда да, яғни минуста да, мысалы сіз өте қатты ашушаң адам болсаңыз, осы ашушаңдықтың ең күштісі, ашушаң адамдардың ішіндегі ең күштісі сіз бола аласыз. Көрдіңіздер ме, минустың әсері қандай? Яғни сіз тіпті зорлық-зомбылық жасауға да бара аласыз. Бұндай адамдардың арасында садист шығуы да мүмкін, қылмыскерлер, маньяктар да шығуы мүмкін. Сондықтан пышақты шошаңдатқанда абайлаңыздар. Сіз біреуді жай ғана үркітемін деп ойлайсыз ғой, бірақ шын мәнінде сіз белгілі бір адамның жанын қиып алуыңыз әбден мүмкін. Егер солай жасап қойсаңыздар, Құдай сақтасын дегенмен, бірақ сіз Алланың алдында да, осы өмірдің заңдарының алдында да жақсылап тұрып жауап бересіз. Сонымен қатар минустағы адамдар, минустағы осы бірліктер тіпті бандит болып кетуі де мүмкін, криминальный сондай ортаға кіріп кетуі мүмкін. Және әрине ол жақтағы ең мықты бандит адам ол осы бірліктер болады. Сонымен қатар әрине митингтер, провокациялар және тағы да басқа сондай әлемге кері әсерін беретін,
құртуға жөнелген, жоюға жөнелген дүниелермен айналысасыздар. Сондықтан ғой сіздер міндетті түрде плюста болуларыңыз керек. Плюста болсаңыздар, бойыңыздағы болмаса осы бір сан энергиясы арқылы көптеген игі істер тындыра аласыздар. Жақсы адам ретінде өмірде қалыптаса аласыздар, өздеріңіздің жолдарыңызды таба аласыздар, армандарыңызға жете аласыздар. Плюстарында өте көп әсері бар. Сондықтан күшті дұрыс жерде қолдана білулеріңіз керек. Ол өте маңызды. Жаман нәрселердің ішінен ең мықты болып суырылып шыққанша, жақсы дүниелердің ішінен ең мықты болып суырылып шығуға болады. Керемет деп ойлаймын, себебі сіздерде нақты осы бірінші аркан бар жандарда өте үлкен мүмкіндік бар. Яғни қашанда жеңісті болу деген, ол үшін бірақ минустағы белгілердің барлығын плюсқа айналдыруларыңыз керек. Мен бағана айттым ғой, сіздер үйлеріңізде жұмыс жасауларыңыз да мүмкін деп, яғни үйде отырып табыс таба аласыздар. Сонымен қатар сіз өзіңіздің жұмысыңыздың фанатигі болуыңыз мүмкін, яғни сол жұмыста азаннан кешке дейін барлық уақытыңызды өткізуіңіз мүмкін. Яғни жұмысыңыз сіздің үйіңізге айналуы мүмкін. Ал үйге тек қана ұйықтау үшін келесіздер. Бұл да әрине минус. Әлде сіздер қонақ үйде жұмыс істеулеріңіз мүмкін. Яғни ол жұмыс бір жағынан сіз сонда тұрасыз дегендей. 24/7 осындай жұмыста уақыт өткеруіңіз мүмкін. Және мен басында айтып өткен дүниеге оралайықшы. Мен басында сіздерге айттым, сіздер магия жасауды білесіздер. Оны тек қана адамдарға көмек ретінде ғана жасаңыздар. Мысалы, қара магиямен айналысатын бірліктер де бар, дегенмен бұл да минусқа түсіреді. Егер ол дүниені монетизировать еткілеріңіз келсе, ол бірақ минус болмайды, себебі ол белгілі бір дар секілді, бірақ бұл да игілікке ғана қолданылуы керек. Ешкімге сол арқылы, мысалы сіз біреуге сол арқылы жамандық тілесеңіз, жамандық жасасаңыз, онда минус қалып кетеді әрине. Жалпы негізі сіз бұндай ритуалдарды сізге де біреу арқылы келуі мүмкін, себебі сіз біреуден алдыңыз ғой бұны. Сондықтан сіз міндетті түрде біреуге табыстауыңыз керек. Егер сараңдық танытқан жағдайда міндетті түрде бірліктердің үлкен бір минусқа түседі. Тағы да бір девиздарыңызды айтып өтетін болсақ, ол өз өміріңіздің жақсы жаққа өзгеруіңізге өзіңіз ғана ықпалын тигізе аласыз дейді. Бұл өте рас. Бағаналы бері айтып жатқан менің сөздерімнің тоқетері осы. Сіз жақсы жаққа өзгеремін десеңіз, онда игілік жасайсыз. Өзіңіздің бойыңыздағы бүкіл қасиетті тек қана жақсылыққа ғана қолданасыздар. Ал егер жаман жаққа өміріңіздің өзгерген қаласаңыз, хотя бұлай ешкім қаламайды, онда сіз бағанағы алаяқтықпен айналысасыз, черный магия, және де өзіңіздің күшіңізді қылмыс ретінде қолданатын боласыздар. Бойдағы күш демекші, сіз бұл күшті белгілі бір жандарды қорғауға да жұмсай аласыз. Мысалы, отбасыңызды, отаныңызды, және де көзге көрінбейтін дүниелер, ар-намысыңызды дегендей, өзіңіздің мақсатыңызды, арманыңызды, барлығын жалпы қорғауға сіздің күшіңіз әлбетте жетеді. Тек қана жақсы жолда қолдану керексіздер.
сіздерге ешқандай да қиындықтан қашып кетудің қажеті жоқ. Сіздер керісінше осы қиындықты туындатып отырған не? Соны жақсылап ойланып, оның себебін анықтап, жалпы сол қиындықты қолыңызға аласыз. Содан кейін әрине міндетті түрде шешімін табасыз. Қашып кету деген ол болмайды. Өз-өздеріңізге әрине сенуіңіз керек. Осыны мен шеше аламын деген үлкен сенім болу керек. Арасында негізі сіздің проблемаңызды сізден басқа ешкім дұрыс шеше алмайды. Ол, былай қарасаңыз, барлық сандарға қатысты деп ойлаймын. Жалпы кез келген дүниеден белгілі бір результат көру үшін ол міндетті түрде сіз шешім қабылдай білуіңіз керек. Шешім қабылдай алмайтын адам ешқандай да результатқа жетпейді. Сіздер оны өте жақсы түсінесіздер, жақсы білесіздер. Көбінде осы бір деген сан бар, бір деген санның энергиясы бар, болмаса матрицасында бір деген сан бар жандар. Өте решительный адамдар, шешімді нақты тез қабылдай алады. Оның үстіне ол шешімдері барлығы дұрыс болып шығуы да мүмкін, әрине плюста болса. Жалпы плюс не, минус не деген секілді сұрақтар қойып отырған болсаңыздар, демек сіз матрицаны есептеп үйреткен тегін сабағымды көрген жоқсыздар деген мағына. Сіз оларды міндетті түрде қарап шығыңыздар, сол жақта матрицаңызды есептеп үйреніңіздер. Біз нақты сол матрицадағы кез келген санды осылай бөлек-бөлек зерттеп отырмын. Бірден бастап, бірақ алдында мен 9 мен 6-ны есептеп кеттім, себебі олар өте жиі кездесетін сандар. Предназначениеда болсын, кез келген адамда 9 мен 6 әйтеуір біреу болса да бар. Ал енді плюс, минус деп отырғанымыз, мысалы, бір санның плюсы да, минусы да болады. Және ол энергия ретінде сол сан бар адамға екеуі де әсер етуі мүмкін. Сондықтан кез келген дүниеден тек қана жақсысын ғана алуға тырысуымыз керек. Оны алу үшін алдымен білуіміз керек, қандай қасиеті бар, қандай нәрсесі минусқа саналады, біз оны алып тастауымыз керек деген. Сол секілді міне бір деген санның осыншама энергиясы бар. Көрдіңіз бе? 1 сағат айтылатын, тіпті 1 сағаттан да көп айта аламын. Өте көп информация, өте көп ақпарат бар бір саннан. Осы нақты бір деген энергияға тіпті қысқаша сіздерге шпаргалка ретінде тағы да бір эфир түсіріп арнаға жүктеп қоямын. Міндетті түрде арнама тіркеліп қойыңыздар. Шын мәнінде бір деген аркан ол матрицаңызды жылдамдатуы мүмкін. Жалпы бір саны сіздің портретіңізде болмаса ең жоғарғы төбесінде, оны высший суть деп атайды. Міне сол жақта ғана болады көбінде. Енді ал бірақ денсаулық зонасында ол жақта да аса қатты көп кездесе бермейді, дегенмен ондай адамдар бар. Бұл бір арканы алдында айтып өткенімдей өте сирек кездесетін сан. Өте сирек кездесетін энергия. Егер қысқаша айтып өтетін болсақ, бір деген энергия, жалпы бір деген аркан, ол жеңісті ғана мойындайтын, тек қана жоғарыға ғана өрмелейтін жандарды сипаттайды. Таро картасында да бұл маг деген карта. Міне суреті тұр. Өздеріңізде қарап, шамалы зерттесеңіз болады. Жалпы бұған қараған кезде сіздерге кішкене болса да көп дүние түсінікті болу керек. Энергияда алуыңыз мүмкін.
Ең бастысы әрине зазнаваться етіп, жұлдыз аурумен ауырып, әлгі көкіректігіңіз артып кетпесе болғаны, осылар ғана минусқа түсіреді. Содан кейін ақылды біреулерді ақмақ көру ретінде егер қолдансаңыздар, ол да өте минусқа түсіреді. Яғни айлакерлік дегенде айтып тұр ғой, мен ақылдымын, сендерді алдай алам деген секілді. Сондықтан ондай көзқарас болмау керек. Бір деген аркан жалпы ең басында айттым, тек қана 2 ғана жерде тұруы мүмкін матрицада. Егер басқа жерде кезігіп қалса деген сұрақтар мұнда болмайды. Себебі мен нақты білемін, портретте және де высший судта ғана тұрады. Ал егер денсаулықта болса, онда маған пікірге, осы эфирдің астына пікірге жазыңыздар. Менде денсаулық зонасында 1 деген сан бар. Мен осы жайлы толыққанды ақпарат алғым келеді десеңіздер, ол үшін тағы да бөлек, нақты денсаулық үшін бөлек эфир түсіруге дайынмын. Ең бастысы сіздерден сұраныс болса болды. Жалпы негізі сіздер білесіздер, 3 сан қосылса, ол белгілі бір программаны құрайды. Мысалы, портретпен қосылған кезде ол жерде өткен тегін сабақта айтып өттім ғой, ол ата-ана мен бала кармасын көрсетеді. Міне сол жақта 1 болса, ол қосылған кезде мүлдем басқа мағына береді. Сондықтан пікірге 1 мен тағы да басқа қандай 2 сан қосылып тұр, оны да жазып қалдырсаңыздар болады. Себебі программа өте көп, мен қайсысынан бастарымды мүмкін білмей жүрген шығармын дегендей. Сіздерден сұраныс болса, мен ең бірінші сол программадан бастап эфирларға шыға беремін. Сонымен қатар 1 деген аркан зона таланты, өнер зонасында болуы мүмкін. Яғни ең жоғарыда тұрса, онда 3 сан бір-бірімен қосылғанда зона талантов деп өткен жолы жазған болатынымыз. Яғни сіздің бойыңызда қандай өнер бар, оны да көрсетеді. Ал 1 тұрса, ол міндетті түрде не? Әрине, ол міндетті түрде сондай бір жеңімпаздық қасиеттің барын көрсетеді. Және де осы 3 сан бірге қосылған кезде бөлек программа құрайды. Оны да алда біле жатарсыздар. Ең бастысы осы 1 санның нақты қандай энергия екенін, қандай жақтары плюс болып саналады, ал қандай жақтары минус, бұл өте маңызды ақпарат деп ойлаймын. Сондықтан өзіңізге керек жерде түртіп алып отырыңыздар міндетті түрде. Ал егер сіз өзіңіз нумеролог болып жұмыс істегіңіз келсе, нумеролог болып табыс тапқыңыз келсе, онда толықтай осы информацияның барлығын жазып алыңыздар. Матрица есептегенде осы ең басында 3 қана сөзбен сіздерді сипаттадық қой, яғни идея, күш және де алдыңғы қатарда болу. Идеяны айттық. Ол идея, мысалы, қандай идея болсын басыңызға келсе, міндетті түрде онымен не істеу керек? Бөлісу керек. Екінші, күш. Күшті де үнемі тек қана игілікте қолданыңыздар. Әлгі әйеліңізді ұру үшін, болмаса зорлық-зомбылық көрсету үшін, адамға қиянат жасау үшін қолданатын болсаңыздар, бұл әрине сізді бір үлкен жауапкершілікке тартатын болады. Сондықтан күшіңіз бар, білеміз, ең мықты күш, дегенмен дұрыс игілікке, жақсылыққа қолдана біліңіздер. Содан кейін алдыңғы қатарға ұмтылу. Ұмтылыңыз, бірақ дегенмен барлығы сізді көтеруге міндетті. Мынау маған осылай жасау керек, себебі бұл жерде мен ғана осындаймын, сұмдықпын деген секілді сондай бір көкіректік, пасық көкіректік деп айтады ғой. Сондай болса, онда сіздерден дым шықпайды. Негізі көкіректік деген
Алла тағалаға ұнамайды дейді. Ондай адамдар ешқашан өспейді, ешқашан жеңіске жетпейді. Эгосы жалпы өте завышенный дейді ғой, завышенное эго. Негізі завышенное эго деген сондай түсінік бар нумерологияда, психологияда да болсын. Ол дегенің тек қана барлығын өзіне ғана қалайды да. Жаңағы өзін, сонымен қатар өзін өзгелерден тым жоғары көреді. Мен әрине ең бірінші былай айтам кез келген бірліктерге. Сіз өзіңіздің ішіңіздегі белгілі бір қасиетті, әлгі керемет, мықты күшті сіз сезіп тұрсыз. Содан кейін сезгеннен кейін сіз енді ол өзін зерттемегенін білмейді ғой, мысалы не екен. Содан кейін осылай көкіректікке кетіп қалады екен, яғни гордыняға кетіп қалады да. Содан кейін бір өзін өзі түсінбей жүреді. Ал сіздер осы эфирдан көріп түсіндіңіздер, бұл сөздерді жамандыққа болмаса жақсылыққа жеткізбейді. Егер дұрыс емес қолдансаңыздар, мысалы кез келген дүниені дұрыс қолдансаңыздар, оның жақсы әсері болады. Дұрыс емес қолдансаңыздар, оның кері әсері болады. Ол өмірдің заңы осындай. Тіпті көрдіңіздер ме, беріліп тұрған мүмкіндікті де дұрыс қолдана алған адам қолданып қалды, ал дұрыс қолдана алмаған адам ол қолдана алмады. Сол секілді мына сіздердің жасап жүрген магияларыңызда да өте абай болыңыздар. Егер шын мәнінде өзіңізге сенімді болып тұрсаңыз, әрі игілікке қолданып тұрсаңыз, онда ол плюс, олай жасай беріңіздер. Ал егер белгілі бір біреуге қауіп төндіру, біреудің өмірін қию, біреуді төмен түсіру деген секілді сондай бір негативтік кілтте қолдансаңыздар, онда сіз ешқандай жақсылыққа апаратын есікті аша алмайсыздар. Егер толыққанды өзіңіздің матрицаңызды маған есептеткіңіз келсе, мен есептеп барлығын қандай программа екен айтып ашып, осындай нәрсеге жету үшін не істеу керек, қандай дұрыс мінез қалыптастыру керек, қандай жол таңдау керек деген секілді өзіңіздің қызықтыратын сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Ол үшін төменде жазылған почтаға жазыңыздар. Мысалы басқа ғылымдарда 1 мен 10-ды бір-біріне ұқсатып жатады, ал матрицада әр сан ол бөлек-бөлек энергия. 1 мен 10 ол екеуі екі бөлек сан, екі бөлек энергия болып саналынады. Сондықтан шатаспаңыздар. Нақты бір күні туылсаңыз, ешқандай санның қосындысы да жоқ бұл жерде. 28 сан, мысалы екеуін бір-біріне қосатын болсақ 10 деп саналынады ғой. Ал бұл жерде 28 күн туылсаңыз, сіз матрицаға 10 деп жазасыз, 1 деп жазбайсыз. Осы тұста көп адам қателесіп жатады, сондықтан тағы да айтамын. Сіз егер бір күні кез келген айдың, одан кейін кез келген күннің бірінші айында туылсаңыз қана, бірлік. Міне, сол кезде ғана матрицаңызда бірлік тұрады. Ал енді ол бірлік махаббат зонасында, ақша зонасында да кезікпейді. Тек қана осы мына екі зонада, болмаса денсаулық зонасында кейбір кісілерде кезігеді. Ол кісілердің әрине, егер плюста осы денсаулықтары өте керемет, өте мықты жандар. Сонымен қатар древо сефирода қарасақ та, сіздер бірліктер ең бірінші тұрады. Бірақ сіздер өздеріңізді бір сұмдықпын, өздеріңізді ең жоғарымын барлығынан деп санауыңызға болмайды. Бұл жай ғана көрсеткіш чакралардың. Ең бастысы әрине плюсқа шығып, одан кейін номер 1 болуға, жақсы игі істер жасау, басқа. Айтпақшы, бірліктер егер плюста болса, ол кісілерде здоровый эгоизм болады, ал егер минуста болса, нездоровый эгоизм. Яғни бұл тұста да өздеріңіз әркім өзін жақсы біледі ғой.
өздеріңіз мойындай алатын шығарсыздар тым болмаса. Жалпы минустасыздар ма, плюстасыздар ма, ең бір нақты критериялармен өзіңізге сұрақ қойыңыздар, сол кезде нақты білесіздер. Мысалы, сіздер айлакер болсаңыздар, онда сіздер минустасыздар. Сонымен қатар көкіректік бар болса минус, идеяларыңызбен ешкімге әлі күнге дейін бөліспей жүрген болсаңыздар, ол да минус. Мысалы, менің кейбір таныстарым бар, осындай матрицасында осындай бірлігі бар. Көбісі 10-15 жылдай өзінің ойындағы идеясын ешкімге айтпаған ғой. Кейін бүйтіп айтып отырған кезде байқайсың да, көп уақыт бойы осы идея жүрген, ешкіммен бөліспеген ешқашанда. Себебі расымен айтады, мен қаламаймын біреудің білгенін, себебі ол менің идеям ғой, мен өзім бір күні болмаса бір күні жасаймын ғой деген секілді сондай бір сараңдық бар. Сонымен қатар арнадағы плейлисттер бар. Туылған күніңіз деген, нумерология деген, және де суицид деген, соның ішіндегі бірліктер жайлы, бір күн туылғандар жайлы көптеген ақпараттар бар. Барлығын қарап өзіңізді мысалы тану үшін осы эфирді соңына дейін қарап отырсыздар ғой, міндетті түрде соңында шығатын 4 видеоны толықтай қарап шығыңыздар. Жалпы бұл арна сіздерді толықтай өздеріңізді тануға көп ықпалын тигізеді, көмектеседі. Дегенмен ең бір өзіңізді толықтай тануға өте көп ақпарат беретін ол матрица. Міндетті түрде матрица сабағын көріп шығыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Бүгінгі эфирда да бірдің қасында қосып тұрған сандар жайлы жазсаңыздар да болады. Ол жайлы да эфир көп күттірмей арнаға шығып қалуы мүмкін. Біздің кармология арнасына тіркеліп, біздің тұрақты көрермендерімізге айналсаңыздар қуанышты болатын едім. Әрине, осы эфирге міндетті түрде лүпіл басып, пікір жазып қалдырып кетіңіздер. Сіздердің ең соңында осы сіздердің тағы да бір-екі девиздарыңызды айтып өткім келеді. Бұл жерде былай жазылған: сіз барлығынан да күштірексіз. Тіпті айналаңыздағы қоршаған ортадан да, кез келген бір жағдайдан да барлығынан да күштірексіз. Яғни күштірексіз деген қалай? Сіз кез келген дүниеден шығуды, кез келген нәрсені жасау кезінде күш бар ғой, кәдімгі физикалық. Міне сол бойыңызда өте көп. Оны бағаналы бері айтып жатырмын, дұрыс қолданып үйренуіңіз керек. Көбінде негізі бірліктердің көбісі жалпы кез келген санда плюста жүретін адамдар бар, минуста жүретін адамдар бар. Олардың егер салыстырмай-ақ, олай алыстан көріп-ақ білесің, мынау плюста, мынау минуста. Сондықтан мысалы жалпы күшін дұрыс қолдана алмай жатқан адамдардың көбісі темірдің ар жағына тоқытылып жатады. Ол өте өкінішті. Себебі сол күшті шын мәнінде өте игі нәрселерге жаратып, өзінің өмірде белгілі бір орын таба алатын еді. Ал енді өкініштісі әрине ол минусқа қарай, яғни кері жаққа қарай қолданып, осындай жаза алып отқанын әрине көреміз. Сонымен қатар тағы да бір девизі, ол барлығынан сіз жоғары тұра аласыз дейді. Және де жеңімпаз бола аласыз. Бірақ сіз өзіңізді дұрыс тани алуыңыз керек. Ол кез келген адамға, кез келген санға қатысты менің ойымша, себебі адам өзін танымай, өзінің ішіндегі мынау минус қалып кетіп жатыр мені. Ал мынау мінезім мені плюс қалып алып барып жатыр. Міне осыны қолдануым керек, мынаны алып тастауым керек. Мүлдем менің мінезімде осы дүниенің болғанын қаламаймын деген секілді өзіңіз кеңесесіз. Содан кейін әрине осылай іздену арқасында, осылай өзге мамандардың белгілі бір ақпаратының ішінен нағыз өзіңізге жетіспей жүрген керекті дүниелерді алып қалып, сонымен жұмыс жасайсыздар. Жарайды ма?
Сонымен қатар аптаның әр бір күнінде аджна чакрасымен жұмыс жасаңыздар. Мен келесі эфирлерде әрбір чакраға тоқталып жұмыс жасауды көрсетемін. Чакраны ашамыз. Алайда ең бірінші мен өзім ойлаймын, алдымен адам өзінің плюс пен минус мінездерін ажырата білу керек. Содан кейін ғана чакра ашу, жалпы рухани өсу деген секілді әңгімелер кету керек. Барлығын былықтырып бір арнаға бір күнде жасай салу ол мүмкін емес. Алдымен адам асықпай біртіндеп өседі. Содан кейін сол өскен кездегі деңгейдегі дүниелерді жасайды. Сонымен осылай тек қана жақсылыққа бастау ретінде, осы бір қадам ретінде сіздерге кішкене болса да маңызды ақпараттармен бөліскім келді. Мүмкін кейбіреулеріңіз ішіңізде білдіңіздер, мүмкін кейбіреулеріңіз білмедіңіздер. Қайбір адам қазір өзінің жүрегін тыңдай береді. Сондықтан да осы ақпарат сіздерге өте пайдалы болды деген ойдамын. Мәселе негізі бірінші болуда емес, мәселе болуда. Қандай болуда? Ол әрбір адам өзі таңдайды. Мен жақсы боламын, мен жаман боламын деген секілді. Шын мәнінде біз тағдырда өз жолымызды өзіміз таңдаймыз. Әрине әрбір адам өзіне тек қана жақсылық тілейді. Дегенмен кейбір кертартпа негативтен көп адамдар дұрыс емес жолды автоматтық түрде таңдап кетуі мүмкін. Міне нақты сол кезде көмектесетін осындай ғылымдардың барына рахмет дейміз. Көптеген ғалым адамдардың матрицасын есептегенде осы бір деген аркан болған. Барлығында емес, әрине, бірақ болған. Ол кісілердің көбісі осы өмірде жоқ бір жаңалық ашып кеткен. Сондықтан көрдіңіздер ме, ол кісілер өзінің сондай бір ерекше ақылын дұрыс пайдалана білген. Игілікке, яғни қазіргі адам баласының барлығына ол өзінің пайдасын алып келіп жатырмыз. Мысалы, кез келген ғылымды белгілі бір адамдар жасап, бізбен бөлісіп адамдарға беріп кетті ғой. Сол секілді сіздер де өзіңіздің идеяларыңызды анау бір сандығыңызға салып жинақтай бермей, адамдарға қалдырып, нақты пайдалы болсын деп, жалпы пайдалы дүниелерді осылай қалдырып кетуіңіз керек, бөлісуіңіз керек. Және де адам егер плюсқа шыққысы келсе, ол адам ешқашан боқтамау керек. Боғауыз сөз деген ол шын мәнінде жаныңызға, яғни айналаңызға өте бір кір, лас, негативтерді лайша жағып тастайтын, сіздің аураңызды ластататын дүниелер. Осы аура жайлы да көптеген эфирлар болады. Ол адамның көзіне көрінбесе, біз ойлаймыз ғой жоқ деп. Негізі шын мәнінде ол бар және өте көп, және де әсері деген енді мол екен. Сонымен қатар әлгі боғауыз сөз деп айтып жатырмыз ғой, ол жайлы Инстаграм парақшамда посттар бар. Жалпы сондай сөздерді айтпау үшін не істеу керек қадамдары жазылған. Егер өзіңізге керек десеңіздер, Инстаграм арнама тіркеліп қойыңыздар. Адамды ең қатты негативке түсіретін ол әрине ашу ғой. Біз алдымен өзіміздің ашуымызды жеңе білсек, ол енді өте керемет. Сондықтан міндетті түрде белгілі бір дүниеге ашуланып келе жатқан кезде, ашуланайын деп жатқан кезде, нақты сол кезде өзіңізді бақылауға, яғни контрольға ала алсаңыз, сізден мықты адам жоқ. Жалпы бірліктер жайлы тағы да не айтуға болады? Бұл кісілердің энергиясы өте көп, яғни басында айтып өтіп жатырмыз ғой. Энергия деген ол күш қуат, яғни бұл кісілердің бойында күш қуаты өте көп. Содан кейін тағы да бір айтып өтетін дүние, ол осы бірліктер
сіздер өздеріңіздің эголарыңызды дұрыс бақылауға алуларыңыз керек. Эгомен жұмыс өте жақсы жасауларыңыз керек. Оны да басында қалай екенін айтып өттім. Яғни здоровый эгоизм керек. Негізі көп адамдар ойлайды, мықтылық деген ол тек қана физикалық тұрғыда ғана білінеді, яғни білектің күшімен өлшенеді деп. Шын мәнінде олай емес. Расында осы сабырға келген адамдардың барлығы біледі, сабырлы болу үшін өте көп күш қажет. Себебі мысалы белгілі бір дүниеге айқайлағыңыз келіп тұрғанда өзіңізді тоқтату, ол деген әркімнің қолынан келе бермейді. Бұны тек қана өзінің бойында белгілі бір энергиясы, я болмаса сабыры бар, өзінің эмоциясын дұрыстап басқара алатын жандар ғана біледі бұның қиындығын. Мысалы бір қатты сөз айтып жібергіңіз келіп тұрған кезде өз-өзіңіз тежей алсаңыз, ашуланып тұрған кезде сабырға келуге күш жігер таба алсаңыз, міне осы нағыз мықтылық. Жалпы негізі адамның бойындағы бүкіл энергияны жай ғана құртып жіберетін дүние ол ашу екен. Сондықтан барлық санға да байланысты, әсіресе сіздерге, себебі сіздерде энергия көп, оның барлығын ашумен, ызамен тез-ақ жоқ қыла аласыздар. Сондықтан міндетті түрде өзіңіздің эмоцияңызды дұрыс бақылай біліңіздер. Содан соң кейбір менің осы көрермендеріне айтатыным, егер даусым ұнамай тұрса, онда осы берілген ақпаратты соңына дейін тыңдап, одан кейін артынша пікірге бір жаман сөз қалдырғыңыз келіп тұрса, тіпті қалдырған болсаңыздар, мен оны көрмеген де болсам, шын керек, мен оған ашуланбаймын. Бірақ сіздерге бір айтатыным бар. Сіз менің жасаған дүниемді көрдіңіз бе? Демек, сіз маған ментальный қарыз боласыз. Яғни, сіз осы көрген дүниеге лүпіл басуыңыз керек, я болмаса тіркеліп, жақсы пікір, ойыңызды қалдыруыңыз керек. Ал егер олай болмаған жағдайда сіз маған ментальный қарыз боласыз. Тіпті әлгі лүпіл баспасаңыз да, баспақ түгілі әлгі жаман ойыңызды жазып жатқан болсаңыз, онда сіз енді өте көп қарызға ілінесіз. Сондықтан бұндай ашу дегеннің барлығы ешқандай жақсылық қалып келмейді. Себебі айтып жатқаным ондай адамдарға өте қатты жаным ашиды. Себебі білемін, ментальный қарыз қандай екен, одан өмірінің соңына дейін құтыламай кеткен адамдарды да білемін. Жалпы осы жайлы бөлек бір эфир түсіремін, Алла қаласа. Содан соң сіздердің бұдан да үлкен қарызға кіргендеріңіз қаламаймын. Барлықтарыңызға тек жақсылық тілеймін ғой. Сондықтан айтып жатырмын, егер белгілі бір дүниені көрсеңіздер, өзге бір адамның еңбегіне қарасаңыздар, міндетті түрде әйтеуір қолыңыздан келгенше бағалап кетіңіздер. Енді менің мақсатым айту, әрмен қарай қандай шешім қабылдайсыздар. Қарыз болып жүре берем десеңіздер, жүре беріңіздер. Менің дымым кетпейді, тек қана сіздерге барша жақсылық тілеген жүрегіммен осылай айттым. Сонымен қатар бірліктер жалпы көптеген адамдарды өзінің артынан ертіп алатын қасиеті бар. Сондықтан бірліктер егер плюста болса, бұл деген өте керемет деп ойлаймын. Көптеген кісілер сіздердің арттарыңыздан еріп, мысалы, сіз игі іс бастасаңыз, оны жалғастырушылар көп болса, әлбетте нұр үстіне нұр болар еді. Жалпы бірліктер туралы айта берсең, мағлұмат өте көп. Бұл кісілер ешкімге бағынбайды, алайда көп кісілерді өзіне бағындыра алады. Бағындыру болғанда қалай? Мысалы, сіздің өзіңіздің бір кәсібіңіз бар деліге, онда сіз өзіңіздің сотрудниктарыңызды, яғни жұмыскерлеріңізді ұйымшыл етіп ұстай аласыздар. Ендеше эфирді соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Алланың нұры жаусын. Қашанда мықты болайық. Және де әрине жарыққа, плюсқа шығайық. Сіздермен болған Алтынай Аман. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар.